Достар, сәлем. Бүгін сіздермен ерекше дәмді шығатын ас дайындаймыз. Ең алдымен сарымсақты осылайына майға қуырып аламыз. Үстіне фаршымызды саламыз. Жақсылап отырып фаршты қуырамыз. Жақсы дәм беру үшін фарштың үстіне біз тұз саламыз және қызыл бұрыш саламыз. Енді 2-3 қасық ұн саламыз. Сосын сүт қосып, жақсылап отырып қуырамыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, осылайынан араластырып аламыз. Сосын әдемі болып қуырылғанша тосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай уже қуырылды. Енді біз картоптан пюре жасаймыз. Осылайынан ашып алып, үстіне су құйып, пісіріп аламыз. Оны езіп, әдемілеп дайындап болғаннан кейін духовканың ыдысына осылайынан жәнегі пюрелерімізді саламыз. Біркелкі әдемі болып шығатындай қылып істеп жатырмын. Міне картошкаларымды тегістеп, әдемілеп дайындап алдым. Енді жәнегі қуырылған фаршымызды үстіне саламын. Міне жақсылап отырып біркелкі қылдырып алдым. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Міне картоп пен фаршымды дайындап, духовкаға біраз пісіріп алдым, 15 минуттай. Енді үстіне туралған теркадан өткен сырымды сеуіп, духовкаға қайтадан салатын боламын. Не духовкама салып, пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі шығады. Егер сырты жақсы көрсеңіздер, тағы да көбірек қосып жүруге болады. Міне біздің тамағымыз дайын. Осылай бірнеше бөлікке бөліп, үйдегілерге ұсынуға болады. Астына міндетті түрде рецебін қалдырамын, сол бойынша жасап көріңіздер. Біздің каналға подписаться кнопкасын басып, лайк басыңыздар, және басқа да достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер, видеоға лайк қойыңыздар. Көріп тұрғандай, міне тамағымыз өте дәмді, әдемі болып шықты. Сіз де осы рецеппен міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге сәттілік.